Баршаға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біз чакра бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Аурулар туралы ақпараттарды айтып кетейін. Өткенде вообще чакра дегеніміз не? Вообще әр чакраға біз тоқталып солар туралы әңгіме айттық. Енді болса осы ақпараттар бойынша қандай ауруларға бейімді болуы мүмкін. Бұл аурулар вообще қайдан келеді, сол тақырыпты қозғайық. Біріншіден, аурулар эмоцияны в основном адам ішіне жасырған кезде, ішіне басынған кезде, кешірмей бір адам бір өкпесін, ренішін көрсете алмай, ішінде сақтап, вечно сондай бір налып сөйтіп жүретін болса, бұл адамның бойындағы энергия көздері жабылғандықтан адамның өмірінде неше түрлі осы чакралар бойынша аурулары пайда болады. Біздің матрицада да, біз постоянно айтамыз, адам бойында сақтамау керек, өкпе, реніш, өкініш, сағыныш, лишний сезімдерді сақтамау керек деп. Өйткені адамның сол минусовой проявленияға түсіп кетуі бірінші очередь адам өзімен бір дисбаланс ұстай алмағандықтан. Яғни сол ішіне эмоциясын басып тастаған кезде, например, өзінің проявлениясын басып тастаған кезде, ренжіткен адамдарын кешіре алмай, өзін көрсете алмайды, өмірден сондай бір түңіліп кететін. Енді ол түңілу неден басталады? Определенно өкпе, реніштен басталады, бір жағдайды қабылдай алмаған жағдайдан басталады. Солайша өзінің өміріне беріп тұрған энергия көздерін өшіріп алатын болса, мыналардың бәрінде, мынаның бәрі энергия көздері ғой. Вот осыларды өшіріп алатын болса, өмірінде неше түрлі аурулар пайда болады екен. Бірінші очередь біз Муладхара чакрасындағы қандай аурулар болуы мүмкін біздің өмірімізде. Муладхара міне, бірінші біздің основная энергиямыз. Ең бірінші бұл корневая энергия болғандықтан, бұл деген осы жерден бүкіл ауруымыз басталады. Бұл аурудың себебі қорқыныштан, болашаққа деген сенімсіздіктен, получается, материалдық тұрақсыздықтың алаңдауына, сол жағдайлардан в общем басталады. Бірінші очередь сенімсіздік, и ол корневая чакра болғандықтан сүйекпен, аяқ, омыртқа, ішек ауруларымен жағдайлары болады. Ішек аурулары болатын болса, оның денесінде даже сондай бір шығып кететін жаралар да болуы мүмкін. Бірінші очередь бірақ тірек қимыл аппараттарымен проблемасы болуы мүмкін. Сүйек деп жазып қойық. Бұл жерде тектік мәселелерде болуы мүмкін. Ол задачаларды еще өтетін боламыз. Тектік мәселелерде болуы мүмкін. Корневая бұл чакра болғандықтан, корневая чакра это корни, да, ол жаңағы ата-анаға реніштен де басталады. Сүйек чакрасы, сүйек аурулары, например, жаңағы Муладхара төмен процент көрсеткен кезде аурулары именно сүйекпен байланысты көп проблемалар болуы мүмкін. Менің инстаграмымда инвалид болып қалған спортсмендерді талқылағанмын. Сол спортсменнің дата рожденияларын алып қарайтын болсаңыздар, кейбіреулерінде 10% Муладхаралар бар. Яғни олар еще сондай көрсеткішпен ауыр спорт түріне барған, боксқа барған, сонымен өмір бойы инвалидный коляскаға таңылып қалған. Вот сол себепті, если сендерге клиент келіп тұрса, тем более ол балаға алып тұрса да, консультация алып тұрса, қандай спортқа берерін білмеймін деп, сіздер, например, матрица бойынша біраз ақпараттар білесіздер. Уже матрица бойынша сіздер уже білесіздер, 4 болмаса, 2-сі, да, например, болмаса, мынау адам спортқа жарамсыз екенін білесіздер. Бұл жерде уже Муладхараны еске түсесіздер. Муладхарадан көрсеткіші, төмен көрсеткіш көрсетіп тұрса, бұл адамға лучше бұндай ауыр спорттың түрі жарамайды. Соны ескерткендеріңіз дұрыс болады. Және де адам, например, қорқынышы, сенімсіздігі болатын болса, бір нәрсені бастағым келеді, бірақ ұзақ ойланып жүріп алам дейтін болса, вот осындай болашағына деген қорқыныш, сенімсіздігінің әсерінен. Енді екінші чакра бізде Свадхистана. Бұл адамның жыныс энергиясының дұрыс қолданбауынан, немесе жыныстық энергия, адамның енді тоже сексуальный характері, мінездемесі, өзінің әдемілігі, өзінің көркемдігі, да, еще и жаңағы сезім, потому что бұл сезімге жауап беретін, эмоцияға жауап беретін, эмоциядан бұрын әдемілікке,
өзінің бойындағы сексуальный әдемілігіне жауап беретін чакра болғандықтан бұл жерде адам негативный ойы, өз сезімдерін басып тастау, өз сезімдерінен ұялу, ұят, кінә, мен кінәлімін, мен ұяламын деген сезімдері бұл адамды басып тастайтын болса, өзінің сезімдері, бұл адамның өмірінде бүйрек, қуық, гинекологиялық проблемалар, бедеулік, гормон бұзылулары болуы мүмкін. Еще и жаңағыдай жыныс энергиясын дұрыс қолданбағандықтан. Жыныс энергиясын қалай дұрыс қолданбайды? Яғни, например, бұл адамда схваткистаны 90% болатын болса, мен сіздерге өткенде айттым, я. Джозефина дегенді қараңыздар. Оның дата рождениясы бойынша схваткистаны энергиясы 90%. Ол қыз жаңағыдай порно видеосы шығып кетіп, сондай кең таралып кетті. Ол деген өзінің осы өте үлкен осы энергиясын дұрыс қолдана алмай, сондай бір жағдайға ұшырады да, яғни соның видеосы тарап кетті. Ол осындай бір, например, көп партнерлармен жыныстық қатынасқа түсе беретін болатын болса, өмірінде действительно сондай бір бедеулікке, гинекологиялық проблемаларға, бүйрек қуық ауруларына, гормональный сбойлардағы неше түрлі проблемаларға итермелеуі мүмкін. Менде, например, 28% дедім ғой да, 28% менде гормональный сбой бар. Щитовидкамда проблема бар. Щитовидка ол вишудхамен связаны болса да, мына жерде из-за того, что 28% болғандықтан осы гормональный сбой бар. Еще и бүйрек ауруым бар. Бірақ енді жыныстық өмірі менде вроде жақсы, бала туым тағы да жақсы. Вот ауруларын жаттап алыңыздар. Бүйрек, қуық, гинекология, бедеулік, гормональды бұзылыстар. Еркектерде болады, например, еркектерде там 22% болсын да. Бұл адамдар желательно измена жасамай, отбасыға деген жауапкершілігі болып, яғни өзінің вторая половинкасына жауапкершілігі болып тыныш жүргені дұрыс. Өйткені, если сондай бір жақындығы, енді осы проценттерде любой адамда сондай бір изменаға жақындық, көп партнер ауыстыру деген сияқты жағдайлар болатын болса, мынау проблемалардың, яғни жыныс проблемалардың болып кету қаупі өте жоғары. Дальше біздегі манипура чакрасы. Манипура чакрасында аурулар неден қайдан пайда болуы мүмкін? Бұл адам контрольға жауап береді. Бұл манипура чакрасы, вообще ақша чакрасы ғой. Ақша чакрасы бұл басқарушылық қабілет, адамның бойындағы ашу, ыза болуы мүмкін. Одан бөлек шамадан тыс бақылауға ұмтылу деген сияқты болуы мүмкін. Яғни біреудің өмірін контролировать ету деген сияқты, яғни абьюзерлік шамалы мінездемесі бар чакра. Если сондай бір абьюзерлік мінездемеге жақын болып кетіп, қол астындағы қызметкерлеріне құл сияқты қарап, біздің 19 числоның мінездемесі примерно, то бұл адамның өмірінде асқазан, бауыр, өт, қант диабеті, ас қорыту аурулары болады. Бұл еще өз-өзін төмен бағалаудан, ашуды ішке жинаудан басталады. Бұл жерде еще жаңағыдай денедегі тері аурулары да болу қаупі өте жоғары. Өйткені қайда адам ішіне негативті ашуын, өзін сондай агрессиясын сыртқа шығара алмай қалса, іштей тынып қалса, тоже сондай дене аурулары, денедегі жаралар болуы мүмкін. Еще асқазан, бауыр, өт, қант диабеті, ас қорыту аурулары болғандықтан. Бұл өз-өзін төмен. Например, управленческий характері бар адам, ой, менен басқарушылық шықпайды, жоқ, мен ондай жұмыс жасай алмаймын деп өз-өзіне сенбеуден басталады. Ол уже мына жақтан келе жатады, өз-өзіне сенбеу. Бірақ, например, манипурасы жоғары адам, конкретно айтқанда басқару қызметін атқара алатын адамда 65% тек. Бұл жақсы басқара алатын адам. Бірақ сол басқару жағдайында да, мына жақта мулат қарасы примерно 70-80% тек. Бұл уже өзіне өте сенімді, еще плюс мынандаймен да, мынандай энергиямен, еще мына жақта да шамалы жоғары көрсеткіш көрсететін болса 45% дей салайық да. То бұл өте өзіне сенімді адам, өзіне сенімділігі соншалықты адам таптету мүмкін да. Бүйтіндер, сөйтіндер деген сияқты. Когда чересчур адамды басынған жағдайда бұл тоже дұрыс емес. И жаңағы ауруларға ұшырау қаупі өте жоғары.
Дальше біздегі анахата чакрасы, бұл деген бізде сіздер білесіздер уже жүрек чакрасы, жүрекпен связаны болғандықтан міндетті түрде жүрек аурулары болу қаупі өте жоғары. Ол неге байланысты? Біз білетіндей өкпе, реніш, өкініш, сағыныш, лишний сезімдерге байланысты, кешірмеуді, махаббатқа жабық болу, біреудің несін қабылдай алмау, яғни сүйіспеншілігін қабылдай алмау, сенбей тұру, осының бәрі, немесе қайғырып вечно шыға алмау, стресс депрессиядан шыға алмау, жалғыздық сезімі, осының бәрі адамды полный минусовой проявлениеда ауыр ауруларға ұшыратады. Ол деген қан қысымы, өкпе, иммунитеттің әлсіреп кетуі, жалпы айтқанда жүрекпен проблемасы болады. Өте төмен көрсеткіш болса да проблема болуы мүмкін, 90% болса вообще, өйткені бұл любой ситуацияны бетіп несіне өзіне қабылдап алып, жан ашып, жан жаққа жүгіріп шашылып қалатын адам болуы мүмкін. Өзінің бір жағдайын бірінші очередь жасамай тұрып, басқаларды ойлап тұрып, өзіне чересчур ответственность алып алатын адам деп те айтсақ болады. Болмайтын ситуацияны, мынандай точканы бүйтіп үлкен қабылдау мүмкін бұл адамдар. Сол себепті бұндай адамдарға, мынандай жүрегі чересчур нәзік адамдарға желательно бір бойында артық информация сақтауға болмайды. Ол деген өкпе, реніш, өкініш, сағыныш, лишний сезім, біреудің бір ситуациясын өзіне қатты қабылдап алып деген сияқты. Бұндай адамдар даже қорқынышты кино көре алмауы да мүмкін, өйткені жүректер шыдамайды. Дальше вишудха чакрасы. Вишудха чакрасы бұл енді адамдың сөйлеу қабілетіне байланысты болғандықтан, если бұл ақпаратты ашық айта алмаса, жиі өтірік айтатын болса, өтірікші, суайт болатын болса, өз пікірін айтудан бас тартып үнсіздікте қалатын болса, вечно өзінің мнениясын айта алмай жүретін болса да, то бұл уже өмірінде, например, біреуге жыны кеп тұрады, боқтап тастағысы кеп тұрады, бірақ сол моментте құрсыншы, ұят болады, мыналар қосылып кеткен, мыналар сенімсіздік қосылып кеткен, оның үстінен жан ашып тұрады, оның үстінен шамалы бір қысылып тұрады, сенімсіздігі болып тұрады. Сол кезде не істейді? Үндемей қоя салады. Жарайды, құрсыншы деп. Вот жарайды, құрсыншы деп сөйлемей қалып қоюдың бәрі проблемаға алып келеді. Проблемалары қандай? Қалқанша без, яғни щитовидка, менікі сияқты. Мен 10 жыл мен салонда жұмыс жасасам, 10 жыл бойы сөйлемеген ғой, сөйлемеген адаммын. Мен сендерге келіп қана сөйлеп атқан адаммын да. Менің щитовидкамен проблема бар. Щитовидкадан басталған мынау бар. Получается, мен полный минуста жүрген адам болғам ғой. Вот өздеріңізді осылай реттеңіздер. Например, Мулатқары менде 30%. Негізі 30% өте төмен көрсеткіш емес, бірақ 45-тен төмен болса, ол уже блок болып есептеледі. Блок менікі бар, действительно, мен потому что как бы толықтығым бар, одан бөлек ұзақ уақыт мен, например, инстаграмда рилс түсіруге сөйтіп ұялып сөйтіп жүргендерім болған. Бірақ как бы моментан бастаймын дедім, сразу қозғалып бастап кеттім, и осы жағдайға мен өкінбеймін. Вот, вишудха проявление мен сол кезде ашылды. Вишудхам қанша процент екенін ұмытып қалдым, бірақ мен қазір бұрын баяғыда ангинамен көп страдать ететін едім, құлақ ауруларымен да, постоянно ашуланған кезде, щитовидканы қысқан кезде басыма деген қан шапқандай болады тұғыншы. Вот сондай сезімдер менде кетті. Вот, өйткені бұл вишудханың аурулары, сол қалқанша без, тамақ, мойын, құлақ проблемалары. Дальше біздегі аджна. Аджна ол басқа жауап береді. Енді баста қандай проблема, баспен байланысты қандай біз ауруға ұшырауымыз мүмкін. Оның барлықтарыңыз білесіздер. Матрицада да девятка көп болса, олар негізі бастары мықты істейтін адамдар, бірақ минусовой проявлениеде самодурлар. Бұл жерде де тура сондай ақпараттар самодур ретінде де өмір сүруі мүмкін. Если өзінің интуициясын тыңдамаса, ойлау қабілетін реттемесе, постоянно қате ойларына беріліп кетсе, шындықтан қашса,
шындықты қабылдағысы келмесе, ол интуиция деген нәрсе бізге алладан берілетін ақпарат, мына сахара сырарадан берілетін ақпаратты біз соны қабылдамаймыз ше. Жарайды деп қоя саламыз. Түс көреміз, оны да қабылдамаймыз. Бізге аяндар береді, оны да қабылдамаймыз. Интуиция бір какой-то сезім келіп тұрады, анау адам дұрыс емес, сен сол адамнан ұрынасың деген сияқты бізге сезімдер келіп тұрады. Біз бейшара оны да қабылдамаймыз да. Вот интуицияны тыңдамау, қате ойлау, шындықтан қашу, шындықты қабылдамау, шамадан тыс бір иллюзияға қатты беріліп кету, қиял әлеміне беріліп кету. Қиялдауға болады, конечно. Қиял бізге өте көп мынау жетістіктерге жетуімізге көмектеседі, мынаның бәрін реттеп алуға көмектеседі. Бірақ қиялда мынау әрекеттен басталмаса да, әрекет болмаса, әрекетке қызығушылық танытпасаң, одан бөлек көтін көтеріп қозғалып кетпесең, одан бөлек ісіңді сүймесең, проявлениең болмаса, білімің болмаса, дамытпасаң, қиялың бекер кетеді. Бізге беріліп тұрған мына ақпараттардың бәрі жаймен жай өліп қала салады. Вот аджнада сондай бір өзіміз дамымасақ, қате шешімді постоянно қате шешіммен жүретін болсақ, ойлау қабілетімізді реттемесек, бас ауруы міндетті түрде болады. Менде всегда давлениемен проблема емес, сендерге айтамын, нашар көру, менде итаки уже -4-ке кетіп қалды. Ұйқысыздық, менде опять же ұйқысыздық бар, жүйке аурулар, енді түтіті жүйке аурулары ғана жоқ шығар. Дальше сахара сыраранты айтып кетейін. Сахара сырара негізі біздің бұл алладан берген, алламен байланысымыз. Бұны қазақша негізі тәж чакрасы дейді. Тәж деген корона. Бұл если біз өмірдің мәнін жоғалтып, қатты стресс депрессияға бейімді болып кетіп, өмірімізді қабылдамай, вечно қайғырып та, бізге беріліп жатқан неше түрлі ризықтарымыз бар ғой, мұның бәрі бізге беріліп жатқан энергия да. Осы ризықтарымызды қабылдамай, Құдайға деген налып, вечно өмірдің жалғасын көргіміз келмей, алға деген ұмтылыспай, өмірге деген бүкіл сенімсіздігімізді жоғалтып, рухани дамуымызды тоқтататын болсақ та, бұл деген біздің жаратушыға деген бір сенімсіздігімізден біздің именно осы связімізді жауып тастайды. Все, канал перекрыт, бізде байланыс болмай қалады. Байланыс болмай қалған жағдайда психикалық бұзылыстар, депрессия одан сайын өршіп кетіп, жүйке ауруларына айналып кетуіміз қаупі өте жоғары. Сол себепті мынау сенімсіздіктен басталады. Мынау деген бір шамалы әдемілікке жауап береді, значит шамалы қиялданып өзімізді өзгертуге тырысуымыз керек, проявлениемді больше көрсетуіміз керек. Мынау деген басшылықты жақсы көреді, яғни ақша табуды жақсы көреді, анахаты, сүйіспеншілік, мейірімділік, проявление опять же да. Дальше білім, яғни осының бәрі мына жақтан негізінде басталады. Қиялымызды тоқтатпай, ол қиялымызды әрекетке айналдырып бүйтіп, бәрін біз қозғалтуымыз керек қой. Мынау менде минуста екен, мынау менде плюста екен, бәрі менде норма екен, менде бәрі плюста, мынау ғана минуста деген жағдайдың өзінде бәріміз реттеуіміз керек. Соның бәрін негізі йога сабақтарын сатып алсаңыздар болады. Негізі қазір йоганы үйрететін мамандар өте көп. Вот осы йогалармен, йогада бүкіл чакраларыңызды сіздерге ашуға көмектеседі. И йогада адамның бір тыныштығын сақтайды. Тыныштық арқылы сіздердің саналарыңыз тазарады. Сана тазарған кезде уже ана жаққа қиял қозғала бастайды. Мен не істеймін, не қыламын деген өздеріңізге сұрақ қойып, мынаның чакралардың бәрін жақсы жағына ашуға мүмкіншілік пайда болады. Так, сабақтың соңында аурулар туралы PDF-ті салып кеттім. Міндетті түрде қараңыздар, оқыңыздар, өздеріңіздің бойларыңызда қандай ауруларыңыз бар, солар бойынша жұмыс атқарыңыздар. Мынау чакра менде ашылған, мынау чакра жабық деген нәрсе жоқ. Бұның бәрінде бізде, даже если жоғары процент көрсеткіш болса да, бізде минуста отыруымыз мүмкін. Элементарно, например, муладхара 90% болуы мүмкін да у кого-то. Бірақ оның мына жақтан идеяларын проявлениясы жібермей тұрса, яғни сөйлемей, ол идеяларын ешкімге айтпай, ол идеялармен жұмыс атқармай, ол идеясын өзі сүйіп қабылдамай, сенімсіздік танытып деген сияқты да, ол идеяларын, например, до конца давать етпей, өзінің проявлениясын көрсетпей, сенімсіздік танытып тұратын болса, мына
алладан берген идея бітті ғой, сол жерде өшеді ғой. 90% болғанын қайтейін, көтере алмай тұрса да. Вот сол себепті бүкіл чакраны плюске шығару өте маңызды. Сол кезде адамның өмірінде ауру да болмайды, басқа да болмайды. Ауруларды түсіндірдім, түсінікті, принципе, ауруда өте қиын, ақпарат жоқ.